Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түрік тәттісі Осман баклава рецептісімен бөлісемін, немесе морковные дольки деп атасаңыз да болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен сары майды табамызға салып, топленый май жасап қайнатып аламыз. Орташа отта осылай қайта-қайта қасықпен араластырып тұрасыздар. Осылай қайнайды. Дәл видеодағыдай кейіпке келген кезінде бетіне көбікшелер шығып, осындай сәл прозрачный болған кезінде астын өшіріп, майды суытып, ситадан сүзіп аласыз. Әрі қарай қамырдың өзіне кірісеміз. Жұмыртқаны, тұзды, салқын суды құйып, біркелкі етіп араластырып алып, ұнды салып, қаттырақ қамыр илейміз. Дәл видеодағыдай қамырды жыртып, біраз илеп, шамамен 20 минутқа жауып қойып қоясыз. 20 минуттан соң қамырды тағы бір рет илеп жіберіп, қамырмен жұмыс жасай беруге болады. Қамырымызды 13 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті 60 граммнан өлшейсіз. 13 бөлікке бөліп, шелпек сияқты формаға келтіріп, домалақтап аламыз. Осылай домалақтап аламыз. 6-ауын бөлек, 7-еуін бөлек не қылса, осылай жай балсаңыз болады. 6-ауын әзірше бетін жауып қойыз, болмаса салафанға салып қойсаңыз болады. Осындай шелпек көлеміне келтіріп, жайып аламыз. Ұнмен жаймаймыз, ұнды мүлдем тигізбейміз. Осы жайған сәттен бастап, тек кукурузный крахмалмен жаясыздар. Тек кукурузный крахмалды осылай молынан сеуіп жаясыздар. Ешқандай көп болып кетті деп уайымдамаңыз. Әр шелпектің арасына крахмалды молынан сеуіп, бірінің үстіне бірін қойып жинап аламыз. Дәл осы техникамен жаятын болсаңыз, сізде қамырыңыз 2-ақ жаюмен бітетін болады. Біреуін 6 бөлікке, біреуін 7 бөлікке бөліп алып, жайып бітіретін боласыз. Міндетті түрде осы техниканы жасаңыз, әр қамырды алып, бетіне крахмалды молынан сеуіп, және оны қолмен жайып жібересіз, барлық бұрышына тию үшін. Дәл осылай барлық 6 қамырды орап алып, бірге жайып бітіреміз. Егер сізде бұл видеода түсініксіз болса, менің парақшамда пломбир баклавасының жасалу жолы бар. Сол жерде қамыр жаю мен май дайындау үлгісі көрсетілген, сол жақтан да көрсеңіз болады. Екеуінікі бір. Баста осы көп себілген крахмалмен соңына дейін жайып бітіресіз. Баста көп себілген крахмал соңына дейін жайып бітіруге сізге беймарал жетеді, ары қарай қамырыңыз жабыспайтын болады. Осылай әбден жайып аламыз. Бұл өте тез жайылып бітетін қамыр және оп-оңай жасалады. Қамырымызды жайып болған соң, осы 6-ауын дәл осылай үстіне қойған күйі бір шетке қойып қойсаңыз болады. Одан соң қалған 7-еулікке кірісесіз. Дәл осындай жұқалықта болу керек, арғы бетіне сіздің қолыңыз көрініп тұратындай болу керек. Жайылған қамырдың үстіне формамызды қойып, бір келкі формаға келтіріп, кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай жан-жағын кесіп аламыз. Артық қалған қамырларды шет-шетін тастамаймыз, қойып қоямыз. Олардың бәрін қолданатын боламыз. Дәл осылай кесіп алыңыз. Енді баклаваны ыдысымызға жинаймыз. Ең алдымен шеткі кесілген шетіндегі қамырларды осылай біркелкі етіп, барынша біркелкі етіп төсеп шығасыз. Осылай бір слой төсейсіз, сосын арасына майды кисточка көмегімен осылай себелеп шығасыз. Жақпаймыз, тек қана дәл видеодағыдай себелейміз. Слой-слоймен қойып себелеп шығасыз. Барлық қамырды қолданып қойып тастайсыз.
және де әр слой арасына осылай майды жағып шығасыз. Барлығын қойып болған соң ең соңына бір бүтін домалақ қамырды төсеп жіберіп, үстіне жаңғағымызды себеміз. Жаңғақты тазалап жуып, духовкада кептіріп, блендерден өткізіп аласыз. Жаңғақты осылай бір келгі етіп жайып болған соң, домалақ қамырымызды бетіне төсеп, май сеуіп шығамыз. Содан соң қалған қамырларды біртіндеп төсеп, әрқайсысына май сеуіп шығамыз. Қорықпай майды себе беріңіздер. Барлығын төсеп болған соң, осылай шетінде артылып қалған қамырды кесіп шығамыз пышақпен. Барлығын кесіп болған соң, үлкен қасық көмегімен кесілген қамырларды астына кіргізіп жібереміз. Бәрін кіргізіп болған соң, қамырымызды 3 бұрыш көлеміне келтіріп, бірдей қылып кесеміз. Ең алдымен ортасынан бөліп алыңыз. Сосын қалған бөліктерін дәл солай тең қылып видеодағыдай кесіңіз. Видеода анық көрсетілген сол техниканы қолданып кесіңіз. Бізде 16 бөлік шығу қажет. Менде көріп тұрғандарыңыздай үлкен форма, кәдімгі әсел пештің газдың формасы, сол формаға жасай берсеңіз болады. Дәл осылай 3 бұрыш көлеміне келтіріп, кесіп шығамыз. Кесіп болған соң, майды қайтадан бұрыш-бұрышына себелеп шығамыз. Тегізіп, жағып шығасыз. Басып тұрып жақпаңыз, жай ғана себелеп, барлық бұрыш-бұрышына кескен жерлерге тегізіп шығыңыз. Майды жағып болған соң, пышақтың көмегімен кескен жерлерді тағы да бір рет басып өтеміз, май арасына кіру үшін. Барлығын кіргізіп болған соң, қызып тұрған пешімізде 170 градуста 35-40 минут беті қызарғанша пісіріп алсаңыз болады. Нақты уақыты сіздің пешіңізге байланысты. 30 минутта пісіп шығуы да мүмкін. Ол уақыт аралығында сиропты жасап қоямыз. Пісуіне шамамен 15 минут қалғанда сиропқа кіріссеңіз болады, бірден кіріспейсіз. Себебі сиропты ыстықтай құюыңыз қажет. Қайнап тұрған суға қантымызды салып, 4-тен 1 бөлік лимон тілімін салып, осылай қант ерігенше араластырып 5 минут көлемінде қайнатамыз. Ыстық пісіп шыққан баклаваға ыстық сиропты құйып, барлық сиропты құйып болған соң, пышақтың көмегімен қайтадан кесіп шығамыз. Баклаваның сиробы арасына сіңу үшін. Осымен біздің баклавамыз дайын. Суып болған соң, сіз қонақтарыңызға ұсына берсеңіз болады. Арасына міндетті түрде балмұздақты қосыңыз. Сол кезде дәмі өте керемет болатын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.